түрлі жаңағы брошюралар тарату, тағысындағы рейдтік шаралар. Ал енді жаңағы алаяқтардың ұясын табу, ондай мәселелер бар ма? Бар. Осы бір рет маған звондады. Сізбенен біз сотрудничать еткіміз келеді. Біз деген КНБ-дан звондап тұрмыз. Мен әлеуметтік желісіне жарнамалар көремін. Мысалы, сөйтіп бір жарнамадан сілтемеден өтемде, сілтемеден өткеннен кейін ол сілтеме алаяқтардың сілтемесі болып шығуы мүмкін. Яғни алда барбау, арнайы ұйымдасқан қылмыс па, әлде болмаса қалай деп баға беру? Мысалға, счетындағы ақшаға дейін біліп отыра ма? Табыс көзін табамыз деп, яғни күніне 30 мың, 40 мың, 50 мың теңгеге өздерінің жеке счеттарын сатып жатыр. Банктерде сонда демек сондай жаңағы солармен алаяқтармен сыбайлас адамдар бар ма? Отырғанда? Бәрі. Органның адамның звонесіне дейін бар, шиніне дейін бәрі жазылған. Бірақ ол бәрі жалған. Бірден телефонды блокировкаға қой, мошенниктер. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін студияда тағы бір бұқараны толғандырған өзекті тақырып кибер алаяқтық жөнінде әңгіме өрбітпекпіз. Бұл әрине тек біздің Қазақстанда емес, батыс өлкесінде емес, жалпы әлемді толғандырып отырған үлкен бұқаралық қылмыстың бір түріне айналып кетті. Сондықтан да бұған тек Азия мемлекеттері немесе жаңа Қазақстан аймағы емес, жалпы әлем осы қылмыс түрлерімен күресуде. Сол себепті біз бүгін студиямызға облыстық полиция департаменті кибер қылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция капитаны Дәурен Мұхамбеталиевті және қоғам белсендісі Қазақстан халық партиясының мүшесі экономикалық тергеу саласының ардагері Қаһарман Жәрдем мырза және де қатысушы ретінде белгілі театр актрисасы, мәдениет қайраткері Сәуле Байменованы шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Алдымен әңгімемізді қыздыру үшін біз мына статистикалық мәліметтерді біліп алсақ. Жалпы Атырау облысы бойынша Дәурен Максимұлы осы кибер қылмысқа қарсы жасалып жатқан күрес, алдын алу жұмыстары, осындай іс-шаралар қаншалықты жүріп жатыр? Жалпы осы Атырау облысындағы кибер қылмыс түрлерінің статистикалық көрсеткіші қандай өзге өңірлермен салыстырғанда? Былтырғы 2025 жылғы статистикаға қарайтын болсақ, яғни 1100-ден астам қылмыстық іс тіркелді. Оның 200-ге жуық іс сотқа кетті, 70-ге жуық күдіктілер ұсталды. Онымен әрмен қарай 4500 фишинговый ссылкалар бар, алаяқтардың жалған ссылкасы, оның аккаунттары, жарнамалары, соның барлығын бұғаттадық, яғни бұғатқа жібердік. Қазіргі таңда 2026 жылдан бастап статистиканы алатын болсақ, қаңтар айынан бастап 100-ден астам қылмыстық іс тіркелді. Сол бойынша қазіргі таңда тергеу амалдары жүріп жатыр. Алаяқтардың ізін суытпай, осы алаяқтарды анықтауға жұмыстанып жатыр. Бұдан әрмен қарай енді профилактикалық іс-шараларды атап кететін болсақ, өңірде мектеп оқушылардан бастап қазіргі таңда осы ірі жаңағы торговый центрларда адам көп шоғырланатын жерлерде, яғни осы профилактикалық іс-шараларды жүргізіп келе жатырмыз. Жалпы алдын алу жұмыстары қалай ұйымдасып жатыр? Алдын алу жұмыстары ең алдымен біздер осы халық көп шоғырланатын жерде, жаңа қоғамдық көлік тасымалдайтын жерлерде осы халықты брошюра тарату, ескертпе қағазын тарату арқылы, осы қандай да бір бейтаныс қоңыраулар шалып жатса деп алдын ала ескертіп жатамыз. Өздеріңіздің жеке деректер. Бұл қаланың ішінде. Бұл қаланың ішінде. Ал аудандарда ше? Аудандарда да дәл сондай. Біздің қарауымызда, яғни арнайы бекітілген жедел уәкілдеріміз бар, бекітілген тергеушілеріміз бар, яғни полиция қызметкерлері баршасы осы бойынша да, аудан бойынша да жұмыс жасап жатыр. Әр аудан өздерінің. Жалпы полиция департаменті біздің білуімізше бұл бір кезде бөлім болып жұмыс істейтін еді. Қазір арнайы басқармаға айналды осы сіз қызмет ететін құрылым. Сол құрылымның белгілі бір аралықты көрсететін жаңағы қылмыс деңгейін анықтау үшін көрсететін жаңағы салыстырмалы түрде статистикалық мәліметтері бар ма? Соңғы 5 жыл, мысал үшін айтайық. Болмаса 3 жыл. Соңғы 3 жылда айта алмаймын да, енді осы соңғы 2025 қаңтар айынан бастап осы басқарма құрылды.
жаңадан құрылғаннан кейін яғни оның алдындағы жылдарға салыстырып қарағанда өсу деңгейі бар. Өсу деңгейі. Алдыңғы жылдар дегенде ол 2023-2024 пен салыстырып келгенде 2025-і өсу деңгейі жоғары болды. Осы 2026-да 2025 жылғы қаңтар айы мен 2026 жылғы қаңтар айын салыстырып келгенде шамамен бір қалыпты келе жатырмыз. бір қалыпты дегенде шамамен цифрлық тұрғыда өсу пайызы өте көп емес, азаю пайызда әлі азайып жатқан жоқ. Яғни бір қалыпты ұстап келе жатырмыз. Енді біздер осы жұмысты азайту жұмысына біздер жұмыстанып келе жатырмыз. Осы алдын алу мақсатында профилактикалық іс-шаралар жүргізіп. бұл жаңағы түрлі жаңағы брошюралар тарату тағысындағы рейдтік шаралар. Ал енді нақты мысалға сол жаңағы алаяқтардың ұясын табу, ондай мәселелер бар ма? Бар. 2025 жылы желтоқсан айында Ресейдің үш өңірінен ішкі істер министрлігі, яғни біздің департаментіміз бар, киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті ішкі істер министрлігінде отырады. Сол қызметкерлермен Ресей Федерацияның ішкі істер министрлігімен бірігіп, оның қасында прокуратура бар Ресейдің, бірлесіп осы үш өңірден яғни центр ұстады. Колл-центр ұстады. Сол колл-центрден 30 адам, 60 адам, 70 адам, яғни топ-топ болып тұрған үш өңірден алаяқтарды ұстады. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Бұлардың яғни изимат еткен номерлері 19.000 номер, қазақстандық номерлерді изимат еткен. Оның ішінде ұялы телефон, сим картасы 19.000. Одан әрмек бірнеше ұялы телефондар бар, қолданылған. Одан бөлек аппараттар бар, алаяқтардың қолданып жүрген. Соның бәрін қазір тәркіленді, тексеру амалдары, тергеу амалдары жүріп жатыр. Яғни біздің осы өңірге қоңырау шалған номерлермен салыстырмалы түрде. Осы жөнінде бірден айтып кетейін бе? Осы бір рет маған звондады. Басында белгісіз номер ғой енді. Сосын алдым телефонды. Алып едім, орысша сөйлеп бастады. Здравствуйте, анау мынау деп. Сосын айтты, сіз осындай жерде жұмыс жасайды екенсіз театрда, сізбенен біз сотрудничать еткіміз келеді, біз деген КНБ-дан звондап тұрмыз деп. Соны енді КНБ десе бәріміз шошқимыз ғой. Соны айтыңыз деп сөйдеді, не нәрсе айтатынын түсініп тұрған жоқпын. Соны бәрін айтып жатыр. Сіздің басшыңыз кім? Басшымыздың аты жөнін бәрін айтып, біз сол кісілермен бірге сотрудничать етеміз, бірақ бұның бәрі жаңағындай құпия түрде қалу керек. Сол сіздің басшыңыз сізді рекомендация жасады бізге. В общем, сіз бізбенен жұмыс жасауыңыз керек дейді. Сол не жұмыс жасаймын? Ал жақсы, не жұмыс жасаймын? Десем, сіз мына алаяқтыққа қарсы сіз өзіңіздің коллективіңізде сондай подозрительный адам болса, соның аты жөнін біздерге беруіңіз керек. Соның данныйын беруіңіз керек дейді. Мен қалай беремін? Оның мен немен айналысып жүргенін қайдан білейін? Онда мен шаруам жоқ қой. Жоқ, сіз солай да солай кәдімгі нападать етеді. Қысымшылық қалады. Иә. Содан соның арасында еще маған өзіміздің мен бухгалтерияда жасаймын деп СМС сообщение келді. Бухгалтерияда жасаймын, апа, менің атым осы, сосын сіздің данныйыңызды сұрап жатыр КНБ-дан бірдеңе деп. Берейін ба, бермейін ба деп. Жоқ, берме деп сөйдедім. Сөйтіп сообщение жазып жібердім. Сосын ойлаймын, бізде бухгалтерияда осындай адам бар ма еді? Соны ертеңіне жаңағы жұмысқа келдім. Жұмысқа келіп отырғанда ұмытып кеттім оны. Содан бірақта сообщение келді. Сообщениеда жаңағы кәдімгі КНБ-ның печаты, мынандай приказный, бланка, бәрі сондай қағаз. Соны әлгіге қарап, әрі оқыдым, бері оқыдым, әлгі миым жетпейді анаған. Сосын қасымда как раз жастар отырған, солардан сұрадым. Балалар, сендер білесіңдер ме, мынау не зат, мынау маған мынау соңымнан қалмады ғой, мынау КНБ деген деп сөйдедім. Кәне телефоныңыз деді,
алып жіберді да, ой мынау мошенник керек емес деді. Ай мошенник болмаса ана бухгалтериядан қыз мынандай сообщение жазып тұр ғой деп едім. Ол бухгалтерияда жасаған қыз, бірақ қазір ол ауырып қалып Турцияда емделіп ауырып жатқан қыз. Сенбесеңіз бухгалтерияға барып тексертіңіз дейді, телефоныңызды алып барыңыз деп. Сонымен бухгалтерияға бардым әлгі жерде. Бармасыма қоймады жаңағы балалар, енді көздері ашық балалар ғой. Сон бухгалтерияға барсам, шынында да ол қыз сол жерде жұмыс жасайды екен, бірақ Турцияда больницада жатыр. Соның главный бухгалтерға кіріп тұрмын ғой. Солай қазір көзіңізше біз ана кісіге звондаймыз деді, жаңа қызға. Шынымен неме деп. Соны алды да звондады, ар жағынан жоқ, мен ол кісінің документін не қыл деп беремін. Мен деген больницада жатқан адаммын ғой, жұмыста жоқпын ғой дейді. Міне көрдіңіз бе деп сөйледі, мынау мошенник. Сіз мынаған ешқандай данный беруші болмаңыз. Дегеннің арасында басшымыз, сосын жаңа қыздар айтты бухгалтерияда, басшыға звонда деді. Ол кісі не айтады екен, до конца сену үшін мен. Не айтады екен деді. Сосын алдымда звондадым. Солай маған сондай не келіп тұр деп едім. Ол кісі айтты, бірден телефонды блокировкаға қой, мошенниктерді. Ой, содан жүрегім кетті. Ал міне осындай жағдайда, мысалға, бұл кісінің телефон номерін кім алып отыр? Жаңағыны есеп бөлімінде жасайтын қыздың адамның телефонын қайдан алып жатыр? Былай түсіндіріп айтайын. Мен әлеуметтік желісіне жарнамалар көремін. Мысалы, сөйтіп бір жарнамадан сілтемеден өтемде, сілтемеден өткеннен кейін ол сілтеме алаяқтардың сілтемесі болып шығуы мүмкін. Яғни ловушка. Мен сол сілтеме өтіп кіріп кетіп, ар жағынан батырмалар шықса, бір разрешить деген сияқты, яғни алаяқтар менің WhatsApp-ыма кіріп кетеді. Сөйтіп менің WhatsApp-ыма кіріп кетіп, менің WhatsApp-ымды бұзып, бұзғаннан кейін бұлар менің WhatsApp-ымды бүкіл контактыларды алып алады. Яғни данныйларды. Бағана бұл мәселеде бағана ауырып жатқан әйел адамның WhatsApp-ына кіріп бұзып алып, яғни контактыларын ұрлау. Сөйтіп, сол контактылармен сізге сөйтіп байланысқа шығып, әрмен қарай сіздің, яғни жаңа сотрудничество деп жатыр, басқа адамдардың данныйын сұрап жатыр, яғни мәліметтерді алу әрмен қарай. Яғни алдап арбау. Алдап арбау. Әрмен қарай өздерінің жаңа процесстері бар, алдайтын, жаңағы жас адамдар болса, олардың атына несие рәсімдеткіздіріп, бұл апайдың шотында ақша болса, бұл апайды қоймай, әрмен қарай жаңа ақшаны алмай қоймай. Сонда олар менің мысалға шотындағы ақшаға дейін біліп отыра ма? Біліп отырмай, сізден сұрап алуы мүмкін. Бағана алдап, қысымшылық көрсетіп, қанша шотыңызда қанша бар, міне деп, бағана бірінші жаңа КНБ-данмын деп соқса, ұлттық қауіпсіздік комитетінен, әрмен қарай сіз сеніп кетсеңіз, сізді әрмен қарай банк қызметкерлерімен уже байланыстырып қояды. Әрмен қарай сіздің ісіңіз банк қызметкерлері болады. Апа, сіздің шотыңызды ұрлап жатыр, ұрлайын деп жатыр деп орысша сөйлесіп, қанша бар шотыңызда деп аузыңыздан шығарып алса, шотында бір 10 миллион бар десеңіз болды. Соны алмай қоймай олар әрмен қарай қысымшылық көрсетеді. Сіз бағана банк қызметкерін тыңдамай жатсаңыз, қайттан бағана ұлттық қауіпсіздік комитеті керіс соғады. Сөйтіп, бұлар бір сөзбен айтқанда давка жасайды. Адамның психологиялық жаңағы әлсіз болса, бұған қысымшылық одан сайын көрсете береді. Мысалы, Қаһарман Сейілханұлы, сіз осы салада ұзақ жыл қызмет еттіңіз, тәжірибеңіз бар. Қазір саланың ардагерісіз. Осындай жағдайлар, мысалы, экономикалық қылмыс, экономикалық мәселесі. Осыны бұл қалай, бұған арнайы ұйымдасқан қылмыс па, әлде болмаса қалай деп баға беруге болады бұны? Жаңа Дәурен Максимұлы айтып өткендей, енді біздерде бұрын қаржы полиция органы болды, одан кейін экономикалық тергеу департаменті еді, қаржы мониторинг агенттігі жұмыс жасады. Бұлар да біздерде де талдау жасайды, жаңағыдай біздерге де шағым түседі. Бірақ енді қазіргі уақытта бұл жаңа алаяқтық несі бойынша, қылмыстық кодекс бойынша ішкі істер органдары тергейді. Бірақ біз оған қарамай, жаңа қаржы мониторинг агенттігі өздері талдау жасап, кейбір күмәнді сайттардың бәрін жаңа бұғаттайды. Бірлескен екі ортада келісім де бар, меморандум болады, бірлесіп жұмыс жасаймыз. Енді көптеген адамдар жаңа зардап шегіп жатады. Егер жаңадай үлкен ұялшық табылатын болса, ол ұйымдасқан қылмыс болса, көп адам болып бірігіп жасаса, ұйымдасқан қылмыс болып саналады. Бұлай жаңа алаяқтық статьясы бар, 190-шы бап. Сол бап бойынша қылмыстық қозғалып, сол тергеледі. Енді жаңағыдай адамдардың сіздің тәжірибеңізде осындай бұрынғы сіз жұмыс жасап жүрген кезде
осы мына Атырау облысының өзінен осындай арнайы ұйымдар, жаңағы ұйықтар табылды ма осындай? жоқ, ондай ұйықтар табылған жоқ та, қаржы пирамидасы дегендер болды ғой. Қаржы пирамидасы уже ол да сондай интернет алаяқтық сияқты Жергілікті Атыраудың азаматтары ұйымдастырған. ұйымдастырып жаңағыдай адамдарды сетевой маркетинг жасап сондай тартқандар болды. Сол кезде қылмыстық іс қозғалып бірақ енді көптеген адамдар зардап шекті. Мен Дәурен Максимовна сөйлеп отырмын, мына сіз қылмыстық істер жібердіңіздер ғой, бірақ қанша адамға ол келтірген залал қайтарылды? Ол залал қайтқан жоқ қой. Ол азаматтық құқықтық негізде қайтарылу керек. Немесе ол адамдар ұсталған адамдардың мүлкін тәркілеу арқылы немесе қаржыларын тәркілеуге қайтарылады ғой. Мына жерде қазіргі таңда 2025 жылы 16 қыркүйектен бастап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 232-де бірінші бабы күшіне енді, яғни дроперство деген бар. Қандай? Дроперство. Алаяқтарға сыбайлас өздерінің жеке счеттарын, яғни Қазақстан Республикасының азаматтары өзінің жеке счеттарын алаяқтарға беру, табыс көзін табамыз деп, яғни күніне 30 мың, 40 мың, 50 мың теңгеге өздерінің жеке счеттарын сатып жатады. Сол себепті қылмыстық кодексі заңы күшіне енгеннен кейін бұл заңда 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Сыбайластар, дроперство, өздерінің жеке счеттарын беру. Олар қалай жұмыс жасайды десек, бұлар өздерінің счеттарын, яғни өздері жарнама көреді, онлайн жұмыс істеп 2-3 сағатта 30 мың, 40 мың, 50 мың деп. Егер күніне 50 мың табатын болса, бір айда мен 1 500 000 ақша табамын деп, сөйтіп қызығушылық танытып, осылай алаяқтарға жеке счеттарын беріп қойып жатады. Енді бұл жерде қылмыстық іс көтерілгеннен кейін ең бірінші алаяқтар өздерінің ізін суыту үшін ақша қаражатын өздеріне аудартпайды. Ақша қаражатын осы дроперлер арқылы өздеріне аудартып жатады. Яғни через криптовалюта. Бұл жерде енді ақша қаражаты криптовалютаға кеткеннен кейін криптовалютаның ар жағында ақшаны табу өте қиын. Оған арнайы бағдарлама әлі қарастырылып жатыр. Криптовалютаны анықтайтын. Өрмекшінің торында бір сондай дүние ғой. Иә. Бұл әлем бойынша, бір сөзбен айтқанда, әлем бойынша ашылатын счеттар ғой, бірінен соң бір. Бұл енді қазіргі таңда осы дроперство заңы күшіне енгеннен кейін, қазіргі таңда дроперлер, яғни қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Яғни ақша қаражатының қайтару бойынша. Қазіргі таңда бірақ енді азаматтар арызданғаннан кейін әрмен қарай тергеу амалдары жүреді. Тергеу амалдары жүргеннен кейін іс сотқа кетеді. Ары қарай соттың үкімі қалай шығарады, ол солай болады. Жалпы қазір енді мынау жаңағы жасанды интеллектті цифрландыру заманы келді. Мына ғылыми прогресс өрістеген сайын, әлеуметтік желі дамыған сайын бұндай қылмыстар бұдан да басқа неше түрде шығуы мүмкін. Солай ғой? Ал енді сол шыққан жағдайда солардың барлығына бізде жаңа тосқауыл қоятындай белгілі бір жаңағы механизмдер, тесіктер қарастырылған ба? Бағана басында атап өткен жалғанды ссылка, жалғанды видеолар, одан әрмек жалғанды жарнамалар, аккаунт создавать етеді. Инстаграм әлеуметтік желісінде, TikTok әлеуметтік желісіндерде осы парақшалар ашып, алаяқтар жұмыстанып жатады. Фейк ақпараттар. Фейк ақпараттармен. Біздер ондай ақпаратты анықтаған жағдайда міндеттерді бұғаттауға жібереміз. Яғни кибернадзор бағдарламасы бар, сол кибернадзор бағдарламасына бұғаттауға жібереміз. Бұдан әрмек өзіміз мониторинг жасап анықтап атамыз. Бұдан бір жағынан арызданушылар келіп, яғни осындай парақшаларға алданып қалдым деп, өздері осындай парақшаларды бізге беріп, сол парақшаларды біздер бұғаттап жатамыз. Жан-жақты бір сөзбен айтқанда. Жақсы, осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр мен. Мысалға мен алданып қалдым дейін. Иә? Алданып қалғанымды білдім да, сол сәтте мен кімге хабарласуым керек? Ең бірінші 102-ге соғасыз. 102-ге. Иә. Немесе аяқты департамент полициясына келесіз. Бірақ бұл жерде былай болады. Қазір ақшаны жіберіп қойдыңыз, ақша кетіп қалды. Уақыт 5 минут уақыт аралығы өткен жоқ па? Қай банкпен жібердіңіз, сол банкке жедел түрде қоңырау шалып, тосқауыл қою керексіз. Ең бірінші. Одан әрмек 102-ге операторына соғып, сол жерден жаңағы полиция қызметкерлері келіп, сізден арыз алып, аяқта келіп арыз алып кетеді. Немесе аяқты департамент полицияға жедел түрде келіп, сол жерден арыз жазып, әрмен қарай біздер ақша қаражаты. Былай қойдай, мен мысалға жаңағындай алаяққа түсіп қалдым. Менің ақшам кетіп қалды. Мен бірден полицияға 102-ге телефон соқтым да. Телефон соқтым да, осылай мен алданып қалдым деп айттым.
Олар сонда банкке телефон соғады да счетін бұғақтай ма? Сіз банкке соғып Мен соғуым керек. өзіңіз соғып, иә. Мен өзім банкке соғып бұғақтауым керек. Енді түсінікті. Жалпы қазір әлеуметтік желіде осы үлкен мәселе болып келе жатқан, мысалға мына екінші деңгейлі қаржы ұйымдары, яғни банктер, сосын жаңа микроқаржы ұйымдарының тарапынан осындай жаңа алаяқтар, жаңа сіз айтып отырған жаңа дропперлер, алаяқтармен сыбайлас, жаңа олардың жеке мәліметтерін беріп қою, тағысын тағы сондай жаңа нелер көп айтылып жатыр. Ол парламент мәжілісінің депутаттары да осы мәселені үлкен проблемаға көтеріп жатыр. Осындай деректер мысалы қайдан шығуы мүмкін? Банктерде сонда демек сондай жаңағы солармен алаяқтармен сыбайлас адамдар бар ма? Отырғаны ма? Бұндай, яғни факт бойынша әлі бір қылмыстық іс немесе ондай факт анықталған жоқ. Яғни банк тарапынан яғни ақпарат алаяқтарға кетіп қалды. Жалпы Қазақстан бойынша? Иә, Қазақстан бойынша. Ондай деректер әлі көз алған жоқ. Былай қарап келсек, көп азаматтар яғни деректі өздері беріп қояды. Азаматтарға соғады, алдайды, сол алдап арбау арқылы сеніміне кіргеннен кейін деректерін өздері беріп, өз қолдарымен ақша қаражаттарын яғни аударып жіберіп жатады. Яғни тек қоңырау шалады, қоңырау шалғаннан кейін бәрін тек айтып отырады, бұлар тек азаматтар қолмен аударып жіберіп отырады ақша қаражаттарын. Ал аударып жіберді, алданып қалды. Енді ол ақшаны кім өтейді? Жаңа азаматтың өзі өтейді ме, алданып қалған азаматтың өзі? Банкке. Банкта кредит несиені айтып отырсыз. Несиені. Яғни сотқа дейін, 6 айға дейін тоқтатып қоя алады. Сотқа дейін арыз жазғаннан кейін қылмыстық іс көтеріледі. Қылмыстық іс көтерілгеннен кейін тергеушілер қолдарына қаулы береді, сол қаулымен банкке барып арыз жазады. Яғни мен осы алаяқтарға алданып, осы менің алынған несиелерімді тоқтату бойынша деп, яғни тоқтатып қояды. Әрмен қарай енді қылмыстық іс көтеріледі, яғни іс сотқа кеткеннен кейін үкім қалай шығады, ол солай болады. Егер үкім бағанағы дроперді жауаптайтын болса, ақша қаражатын қайтарсын деп, онда дропер сол ақша қаражатын бәрін өтеп береді. Егер табылмаған жағдайда, сол алаяқ табылмаған жағдайда. Енді алаяқтар итог Россия, Украинада отыр, шетел азаматтары. Қазақстан бойынша әр өңір Ресейге шығып, алаяқтарды тапқанның өзінде алаяқтарды барып ұстап келе алмайды. Себебі ол шетел азаматтары. Немесе Россиядан біздің Қазақстанға кіріп, оларды өздері анықтайтын болса, біздің Қазақстан азамат алаяқтарын олар алып кете алмайды. Себебі ол екі ортада ішкі істер министрліктері бар. Сол арқылы бірлесіп барып. Бағана айттым, 2025 жылы мемлекетаралық келісім керек. Яғни мен қасыма әріптестерімді алып, алаяқтарды анықтаған өзінде барып Ресейге кіріп барып алып кете алмаймын. Түсініп тұрсыз. Ал Қақырман Сейілханұлы, жалпы сіз осы саланың ардагері ретінде сіз қалай ойлайсыз? Мысалға, осыдан шамамен айтайық, мысалға 5-7 жыл немесе 10 жыл бұрынғы осындай алаяқтық схемалары мен қазіргі алаяқтық схемаларының арасында өзгешеліктер бар ма? Әрине, айырмашылық көп. Айырмашылық қандай? Қай жағынан? Қазір бәрі жаңағыдай цифрландырылып жүріп жатыр. Интернетті пайдалану арқылы бұрын қағаз жүзінде алдайтын болса, келісімшарт жасап, қазір бәрі электронды виде, электронды нұсқада жүреді. Жаңа айтып ғой, код беру арқылы, мысалы өзінің пин-кодын айту арқылы ол алданып қалып жатыр. Карточкасының мысалы пин-кодын айтып жібереді, немесе жаңағыдай банкке кредит алған, несие алғанда басқа счетқа аударайық, мына сіздің счетыңызды ұрлайын деп жатырған кезде ол басқа мәлімет беріп қояды. Сол себепті жаңа алдайды. Интернет мошенничество деп сол алаяқтық жасап интернет арқылы цифрландыруды пайдаланып тұр, жасанды интеллектті пайдаланып жатыр қазір. Ол білдірмейді. Айтып бұл кісіге мысалы құжат келіп тұр КНБ-дан. Мысалы сеніп тұр бұл кісі. Мысалы құжат қалай жасалды? Мөрі бар, бәрі бар, қолы бар. Бәрі. Органның, адамның званиясына дейін бар, шиніне дейін бәрі жазылған. Бірақ ол бәрі жалған. Тіпті куәліктеріне дейін жасайды. Сот орындаушысымын деп те айтады, куәлігін көрсетеді, соттың шешімі шығарады. Түгел соттың шешімі көрсетіліп тұрады. Осындай кісіден осындай қарыз сізге өндіріледі деген сияқты. Соған төлейтін комиссия деп алдап сулап сол ақшаны аудартып алады олар. Ондайға мысалға сізге қайтарылады, сіздің қаржыңыз заңсыз пайдаланып кеткен екен деген жалған ақпараттар береді. Бұның бәрі интернеттік телефон арқылы немесе компьютерде интернет электронды почта арқылы жүреді.
Қалай сенбеуге болады ондай нәрсеге мен түсінбеймін. яғни бұл жаңағы мына цифрландыру бағытындағы дамудың зиянды жағы ғой. Зиян жағы. дұрыс айтасыз. Ал енді Өте зиян. осының барлығын мысалға қарапайым адамдарға енді жалпы Қазақстанда 20 миллионның үстінде халық бар деп есептейтін болсақ, оның барлығы бірдей қаржыландыру жағынан не болмаса жаңағыдай экономикалық тұрғыда сауатты емес. Ал осы жағынан азаматтар, Қазақстан азаматтарын сақтандыру үшін қандай да бір психологиялық немесе бір адамды жаңағы санасының көзін ашу бағытындағы бір жұмыстарды қалай ұйымдастыруға болады? Мысалы, кез келген адамды олар алдай біліп тұр, соған сенбеу үшін адамды қандай тетіктер, қандай әдістер қолданылу керек? Мынаны ескеру керек. Ішкі істер министрлігінен, ұлттық қауіпсіздік комитетінен немесе агентство финансовый мониторингпен қызметкерлер ешқашан видеозвонокпен соқпайды. Қазіргі таңда азаматтарға видеозвонокпен соғып, үстеріне форма киіп, искусственный интеллект арқылы сөйтіп сендіріп отыр. Яғни мен айтамын, ішкі істер министрлігінен видеозвонокпен бізге де соқпайды. Ояқтың қызметкерлер. Біздер тек байланыс қоңырау шаламыз да, өзіміздің керек ақпарат сұрап, әрмен қарай жұмыс барысында тек соғамыз. Кез келген уақытта өзіміз де видеозвонокпен ол кісілерге соқпаймыз. Яғни артық мазаламаймыз. Артық мазаламаймыз. Мен айтамын да, сіздерге ұлттық қауіпсіздік комитетінен видеозвонокпен ал деп соғады. Неге сіз аяқтай бармайсыз? Осындай қызметкер маған соқты, шынымен солай ма деген сияқты, неге көз жеткізбедіңіз деген сияқты біздер айтамыз. Енді бағанағыдай ғой, сіз апа айтып кеткендей, ұлттық қауіпсіздік КМБ соқты дегенде енді шошимыз деп, сол сияқты азаматтарда шошып, сөйтіп жаңағыдай әрмен қарай бұл ақпаратты ешкімге айтпа. Қазір үшінші адамға бұл ақпаратты айтатын болсаң, сені қылмыстық кодекспен қудалаймыз, жазалаймыз, за утечки информация деп, сен басқа адамға айтқан үшін деп, бұны бір сөзбен айтқанда қысымшылық қалады да, ешкімге айтқыздырмай тастайды. Сол себепті әрмен қарай диалог бағана банк қызметкерлерімен жалған сөйтіп сөйлесе береді. Ал мысалы қазір мына халық арасында бұл көп таралып кетті деп естіп жүрміз, осы әлеуметтік желіден де бұл мәселе шығып жатыр. Мысалы алаяқтар көбіне студенттердің, жоғары сынып оқушыларының жаңағы нелерін, банк карталарын алып алып та сондай онлайн жұмыс. Сол онлайн жұмыс бағана атап өткен. Бұл қалай сонда кез келген адам барып жаңағы жұмыс істей бере ме? Біреудің картасымен, банк картасымен? Былай айтып кетейін, мен студент болсам, алдымнан жарнама шығып, онлайн жұмыс жасаймын деп, сол қызығушылық танытып, бір сөзбен айтқанда бағанағы алаяқтар байланысқа шығамын. Мен сөйтіп жарнама көрдім, сөйтіп онлайн жұмыс жасайын дедім. Қандай жұмыс? Олар әдейі таратады солай. Иә, әдейі таратады, жарнамаға шығарады әлеуметтік желісіне. Сөйтіп қызығушылық танытып, мен сол жұмыс жасайым, істеймін сіздермен, қандай жұмыс деп айтқаннан кейін олар алдап айтады. Біздер электротовар сатамыз, магазин ипіміз бар, немесе мебельный цехтарымыз бар деп жалған айтады. Сендіру үшін видеоларын жібереді, арнайы сертификаттарын, лицензияларын жібереді. Менің ипім деп сендіргеннен кейін бар, ол айтады. Менің ипім лимит, яғни клиенттерден ақша қаражат көп түседі, лимиттен асып кетсе, налог көп төлеймін. Сол себепті мен осылай азаматтарды жұмысқа алып жатырмын, яғни счеттарды. Сіздер тек счет бересіз, сізге ақша қаражаты түседі, сосын мен сізге басқа счетты айтам, яғни өзім бухгалтерім счеті, немесе тағы складчигім счеті, соған аудара қоясыз дейді. Болды. Күніне 40 мың, 50 мың алып отырасың деп. Сөйтіп келісіп алады. Бұл студент келіскеннен кейін енді күніне 40 мың теңге, 10 күнде 400 мың ақша қарап отырсаңыз. Бұл студент әрмен қарай келіскеннен кейін бұның счетына ақша қаражаты түсіп бастайды. Түскеннен кейін бағана алаяқтармен әрдайым байланыста болып отырады. Саған қазір 900 мың ақша. Яғни басында дәмелендіріп алады жаңа. Иә. Ол ақшаны да береді басында. 40 мың ақшасына келісті ме? 40 мың ақшасын бағана айтады. Саған қазір 900 мың ақша түседі. 900 мың ақшасы 40 мыңын аласың да 860 мың міне осы счетқа аудара берді. Бұл 900 мың ақшасы түседі, 40 мыңын алып қалады, қалған ақшасын аудара береді. Сөйтіп әрмен қарай бұл студенттер мен жаңа жоғары класс сынып оқушылары дроппер болып кетіп жатыр. Уже олар кінәлі болып қалып жатыр да. Азаматтық негізде олардан өндіріп алуға болады ақшаны. Себебі ол кінәлі. Әрмен қарай қазіргі таңда ол өзінің дроппер сондай алдаудың құрбаны болғанын қалай дәлелдей алады? Құрбаны болғанын. Иә. Ол былай қарап кінәлі емес қой. Дәлелдей алмайды. Ол жұмысқа кірдім деп ойлайды. Жұмысқа кірдім деп ойлайды. Кірген жоқ бірақ жұмысқа. Ол кірген жоқ. Ол как не сияқты көпір ғой енді ортада. Ақша түседі, ақшаны жібер деген счетқа жібереді. Мысалы Шолпаннан түседі саған, Айманның счетына жібер дейді. Айманның счетына жібереді, 40 мың теңгені алып қалады, жаңа 900-ны. Ақша алып қалды.
пайызын көріп жатыр, пайдасын көріп жатыр. Ол өз жерде дроппер болып саналып жатыр, автоматты түрде. Себебі жеке счет беру, яғни өзінің жеке құжатын беріп жатқанмен тең. Себебі ол өзінің жеке құжаты. Біз кез келген өтіп жатқан адамға өзіміздің куәлігімізді ешкімге бермейміз. Банк картасында да бере қоймаймыз. Дәл сол, бірақ электронды түрде өзінің жеке счеттарын электронды түрде беріп жүріп жатыр. Яғни 16 цифрын беріп жүріп жатыр алаяқтарға. Жаңа әңгіме басында сіз жаңа облыстағы салыстырмалы түрде жаңағы статистикалық мәліметті айтқанда осы қылмыстың нақты цифрлар келтірген жоқсыз. Яғни соған қарағанда мен өзімнің қазір ойлап отырғаным, бұл сонда қылмыстың түрлері біздің жаңа қылмыскерлер біздің Атырау облысының аумағында емес, ол жаңағы облыстан тыс аумақта отырып жұмыс істеп отыр. Солай ғой да? Тыс аумақта тұру. Оны қалай анықтауға болады? Бізге енді азаматтар келген кезде міне маған соғып жатыр, байланыстамын деп, ұялы телефон алып келеді. Әлі байланыста, менімен байланысқа шығып жатыр, әлі қоңырау шалып жатыр деп, біздердің өзіміздің арнайы программаларымыз бар. Сол программа арқылы ловушка, бір сөзбен айтқанда, алаяқтардың қай жақта отырған анықтау үшін. Яғни біз де оларға ссылка жібереміз, жалған ссылка, сол жалған ссылка өтіп кететін болса, біз қай өңірде отырған біз анықтай аламыз. Әртүрлі өңірлер шығып жатады, Германияны көрсетеді, Сингапур көрсетеді, Индонезияны көрсетеді, Россияны да көрсетіп жатады бір өңірлер. Бұл жерде енді VPN бар, VPN-мен қолданатын алаяқтар бар. Ол кезде нақты тұрғылықты мекенжайды көрсетпейді. VPN әртүрлі мекенжайды көрсетіп отырады. Ал енді осы қылмыстың барлығын жаңа дүниежүзі болып барлығы енді жаңа айтып отырмыз ғой, бұл дүниежүзілік әлеуметтік қылмыстың түріне айналып кетті. Ал осыны дүниежүзінің барлық жаңағы құрылымдық органдары, осылар жаңағы сіз айтып отырған жаңағы Сингапур болсын, басқасы болсын, осының барлығы бірлесіп көзін жою мүмкін бе? Әрине мүмкін, көзін жоюға да болады. Солған біздер жұмыстанып соған келе жатырмыз. Осы алаяқтардың, осы интернет алаяқтың көзін жоямыз деп өзім сенемін. Себебі қазір қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Қазір республика көлемінде, айтқанда республика көлемінде жұмыс жүріп жатыр. Бірақ ең алдымен осы біздің азаматтарымыз алдымен өздерінің жеке деректерін бермесе деп сөйтіп тілеп жатамыз. Яғни халық, қарапайым азаматтар, былай айтқанда сіз бен біз өзінің әуелі қаржылық сауаттылығын арттыру керек қой. Сол үшін, мысалға жаңа айтып отырған банк қызметкерлері, жаңа сіздердің ішкі істер органдарынан, болмаса тиісті жаңағы осыған мүдделі тараптар халық арасында ақпараттық жұмыстар жүргізуге тиісті емес пе? Тиісті. Ол жұмыстар жасалып жатыр, бірақ жеткіліксіз. Жеткіліксіз, жасалып жатыр. Әр жерде жасалып, банк тарапынан да жасалып жатыр. Басқа да прокуратура тарапынан жасалып жатыр. Учаскелік полициялар бар, олар да жасап жатыр. Яғни қызметкерлер өздерінің яғни бөлінген мекенжайлары бойынша тұрғындарға да түсіндірме жұмыстарын барлығы. Бізге де жұмысқа қоғамдық құрылымдар арқылы, қоғамдық бірлестіктер арқылы жасалып жатыр. Заңгерлер тегін көмек көрсетіп жатыр. Волонтерлар да бар, қазір оларда бірлесіп жұмыс жасап жатыр. Яғни қарқынды жұмыс жүріп жатыр жалпы. Бірақ ең алдымен осы азаматтарымыз соған кішкене бір көңіл бөлсе еді. Яғни қоғамдық сананы арттыру керек қой жаңа қаржылық сауаттылық тұрғысынан. Алданатын білу керек. Енді ол Жакишевті көріп тұрғасын, ол сеніп тұр. Атомпром жаңа пайыз беріп жатыр дейді. Ол доходный фирма болғасын, одан жаңа өндіріс болғасын, одан доход түседі деп ойлауы мүмкін арғы ой. Сосын ешкімге айтқысы келмейді. Және біздің қазақтың өзінің менталитеті алданып қалғанды ұят санайды, ондықтан айтпайды. Зардап өзі шегеді ең соңында. Ол алданғаннан кейін бірден жедел түрде келсе екен. Мен қарай ұзақ уақыт өткеннен кейін барып ақшамды қайтарайыншы деп барып, сосын барып арыздануға келеді. Ол 2 ай өтіп кетеді, 1 жыл өтіп кететіндер азаматтар. Ондайлар табыла ма? Енді біздер шама келсе, ұзақ мерзім өтіп кетсе де соны іздеп жатамыз. Тауып жатамыз, анықта запростар жіберіп жатамыз, жан-жақта банк тарапынан сұраймыз, ақша қаражаты әрмен қарай қаяққа кетті. Ол счеттан счетқа бүйтіп айналып барып, ең соңында криптовалюта түсіп жатады. Бірнеше счеттан өтіп кетеді. Ол жалғыз тек дроппердің счетынан өтпейді.
сондай мәселе. И мындай тарапынан болды, азамат алданған кезде ол сезді, мен шынымен алаяқтарға алданып жатырмын деп, сол аударған банкке, бана приложениесінен Forte банк болды, соған дереу қоңырау шалды. Жаңағы центріне қоңырау шалды да, сол бойда. Уақыт, 2-3 минут уақыт өткен жоқ, өзінің айтуы бойынша. 1 миллион ақша жіберіп қойдым, 500 мың Forte'ден, 500 мың жаңа Каспийден жіберіп қойдым деді. Каспийдікі кетіп қалған, соққаннан Forte'ден кетіп Каспийге соқтым дейді. Сол Каспийдікі кетіп қалған ақшасы завершено деп тұр, перевод басқа ана счетқа түсіп кетті деп. Бұл ақшаны ұстап үлгере алмай қалды. Бірақ Forte'ны ұстап үлгеріп қалған. Яғни 500 мыңды аударды, ана кісіге түсіп болғанша ортада тұрып қалған, 500 мың. Ортада ойланып қалған 500 мың пока ол кісіге түскенше дейін сол жерде бұғаттап, яғни үзіп үлгерді. 500 мың ақша қаражатты бағана дропердің счетына түсіп үлгерген жоқ та, келесі күні ақшасын қайтарып кетті банк тарапынан. Яғни айтқанда, бұл азаматша жедел түрде қоңырау шалып, өзінің ақшасын аман алып қалды, 500 мың теңгесін. Яғни дереу әрекет етсе, жолын кесуге болады. Әрине болады, жолын кесуге. Рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің студиямызға осындай халық үшін жалпы қоғамдық мәселенің әлеуметтік қылмыстың жолын кесу үшін осындай құнды пікірлеріңізді, нақты мәліметтеріңізді айтқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Құрметті көрермен, жалпы кибер қылмыс мәселесі, жаңа айтып отырғандай, бұл тек қана бір өңірдің, бір мемлекеттің ғана проблемасы емес, бүгінде бүкіл әлемдік проблемаға, бүкіл әлемдік қылмыстың түріне айналып кетті. Сондықтан ата-бабамыз айтпақшы, сақтансаң сақтармын деген, сіз әуелі өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды, қаржылық мәдениетіңізді арттырыңыз, сол кезде сізде барлығы дұрыс болады. Келесі көріскенше сау болыңыздар.